негізгі ЭКГ түсіру деп аталады. Ол ЭКГ-ны түсіру үшін адамның қолыңызда келе қойыңыз, мына қан тамырының тұсына 3 түсті жапсырманы жапсырамыз да, оқушының жүрек ЭКГ-сын санаймыз, және оқушы бірнеше уақыт отырып тұрғаннан кейін, мысалы 5 рет отырып тұрғаннан кейін отыра қойыңыз, 1 рет, 3 рет, 1, 2, 3. Қозғалыстан кейінгі ЭКГ жүрек жаңағы мөлшерін есептеуге болады. Келесі құрылғының келесі қондырмасы спирометр деп аталады. Бұл спирометр арқылы оқушының өкпенің тіршілік сыйымдылығын анықтауға болады. Бұл қондырғыны тағы да желекіске қосамыз да 10 рет терең, жалпы терең болсын, жай болсын тыныс ала беріңіз, сіздің өкпеңізге қанша ауа сиятындығын есептейміз. Жақсы, рахмет.